Олар балаларды оқулықтармен қамтамасыз ету керек. Қаншама балаларға олар көмек жасап жатыр. Сондай бізде де бағдарлама ашылса, керемет болып кететін еді. Еріктілер қоғамын іске қостырса, яғни олардың да үлесі өте көп. Көрсек болады деп қоғам болып жұмыла іс-әрекетке кіріссек, мұның бәрі шешіледі. Шешілмейтін мәселе жоқ. Бұл білім ток-шоуы. Жаңагүл Тұрманова, әлеуметтік ғылымдар магистрі. Ләйла Бекназарханинга, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор. Ғазизат Имақова, саяси ғылымдар докторы, профессор. Айсұлу Көпеева, түркітану мамандығы бойынша философия докторы. Жанар Тайжанова, экономика мамандығы бойынша философия докторы. Еліміздің білім беру жүйесінде, әсіресе орта білім беретін мектептерде инклюзивті оқыту деңгейі қандай? Мемлекет міндеттегенмен мектептер инклюзивті оқытуды енгізуге неге мүдделі емес? Бүгінгі бағдарламамызда осы сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл білім ток-шоуы. Армысыздар. Инклюзивті білім беруге неге мүдделі емес, төменгі дәрежеде деп ойлаймыз ғой. Шыны керек, бұл балаларды қарсы алуға мектеп қабырғасы дайын еместігінен деп ойлаймын. Бірден маманнан бұрын техникалық базаның қауқарын ескеру керек. Өйткені бала есіктің алдына келген кезде кедергі ол міндетті түрде кездеседі. Маман ол ішінде ғой қарсы алып жатады. Мектепке дейінгі кезеңдерге де ескеру керек сияқты. Инклюзивті білім беру мектептің ішінде емес, жаңа сол мектепке қадам басатын әрбір балаға ерекше мән беріп, әрқайсысына қандай көмек керек? Пандус керек болса пандус, күтуші керек па күтуші. Яғни ол мектепке ешқандай кедергісіз кіру керек қой. Бірақ сондай жағдайлар қазір біздің елімізде жасалып жатыр ғой. Қанша ғимараттарды көрейік, асхана болсын, үйлерде болсын, тұрақтарда, автомобиль тұрақтарында ол кісілерге қаншама жағдайлар жасалып жатыр. Қазақстанның халық артисі үлкен трагедияға ұшыраған біздің Кененбай аға Қожабеков деген ағамыз болған. Ол кісі үлкен трагедияға ұшырап, екі аяғынан айырылған кезде де ол деген кино өнерін тастамаған. Естеріңізде болса, Қыз жібек фильмде ол жібектің әкесін ойнаған. Сонымен қатар Болат Шамшиев, қырғыз кинорежиссері, Кененбай ағаға арнап Волчья яма деген фильмінде әдейілеп роль жазған. Сонымен қатар мынау Мұхтар Әуезов театрында мен ойнап жүрген кезде мен партнерім Қазақстанның халық артисі Әнуар Боранбаев бір аяғынан айырылған кезде де ол театр өнерін тастаған емес. Мұндай қабілеті ерекше балалар, мысалға физиологиялық, психикалық тұрғыдан ерекшеленіп тұратын балаларға бір аса бір шыдамдылықпен, төзімділікпен қарым-қатынас жасау керек сияқты. Сондықтан да педагогтарымызға да бір шама көңіл бөліп, олардың да мұндай жағдайға дайындығын қарастыруымыз керек. Мен бір мысал арамызда енді психолог, мен бір мысал айтып кетейінші, осы КСРО кезінде біз бәріміз үлкен кісілер отыр ғой, бәріміз білеміз, Совет өкіметінде өмірі сондай адамдар болмағандай идеология жүретін. Ондай адамдар көріп қалсақ, кәдімгідей қорқып, одан қашатынбыз. Міне заманның аусына байланысты, ол кісілерді қабілетті азаматтар екені міне біздің көз алдымызда. Ләйла ханымның айтып отқан бір шетінен өте құп көрелік мәселе. Себебі бізде қазір инклюзивті білім беруде оқу материалдарын таппай жатамыз. Жалпыға бірдей стандартты қоямыз, бірақ ол балаларға өз белгілі ғой, арнайы оқу пәндері, немесе арнайы мотивациялық семинары, немесе әртүрлі балаларға өткізілетін дәріс сабақтары, немесе практикалық сабақтарды сіздің айтып отқаныңызды оларды мотивациялауға, немесе итермелейтін бір күш ретінде пайдалануға болады. Тағы бір айтатын нәрсе, әр баланың дамуы, өзіміз айтып жатырмыз, физиологиялық жағынан болсын, психологиялық жағынан болсын, яғни ол қоғамның бір мүшесі болғаннан кейін әлеуметтену мәселе қозғалмай қоймайды. Демек, әлеуметтенуге тек қана мектеп қана мүдделі емес, оған ата-ана да, оны қоршаған әрбір тұлға да соның әлеуметтенуі өзіндік үлесін қосу керек. Тағы бір психологиялық ескертпе деп айтайын, көбінесе ата-аналарға. Оның алдында белгілі бір әрекеттеріне шектеу бар екенін балаға ескерте берудің қажеті жоқ. Есіне сала беру керек емес дейсіз ғой. Өйткені олардың қорғаныс механизмі бірден инстинкт түрінде болады да,
өзін жабырқайды, өзін көп жағдайда шектетеді, өзін басқалармен салыстыруға депрессия. Менде енді тәжірибемде бір қыз болды, оған арнайы бір оқуға қатысты документтерді, құжаттарды толтыруға келген кезде, оған сондай телефонмен сондай жауап қайтқан. Сіз сияқты бізде оқушылар көп. Сұмдық. Сонда анаған ескертіп отыр ғой, сіз сияқты. Содан ол қыз 2 ай сабаққа келмейді, 3 ай келмейді. Арнайы психологиялық қызметке жүгінгеннен кейін барып, қайтадан оңалту процесінен кейін барып ортаға қосылды. Демек, бұл жерде нені ескеру керек? Әрбір балаға сен осындайсың, сен қазір барғанда саған адамдар осылай қарауы мүмкін. Олай өйткені өсіп келе жатқан бала еркін кіру керек. Жеке бағдарлама керек дейсіз ғой. Жеке бағдарлама, жеке келістер, мысалы, әр тұлға ретінде қараса, бала тез әлеуметтенеді. Инклюзивті білім берудің де мақсаты осы емес пе? Яғни, қандай да бір психикалық, физиологиялық ерекше, дамуында ерекшеліктер бар балаларды ұжымдық іс-әрекетке белсенді түрде атсалыстыру, ұжымның өзінің қоғамның бөлігі екендігін сезіндіру. Өте дұрыс. Біз енді бірқатар сұрақтардың басын ашып көтердік. Енді осыларға нақты жауап алу үшін біз ортамызға Білім және ғылым министрлігінің арнайы келген өкілін шақырайық. Студиямызға Айжан Батырбек қызын шақырамыз. Айжан ханым, мынаны айтыңызшы, республика бойынша қазіргі кезде осы ерекше қажеттілігі бар балаларға қанша мектепке дейінгі орталық, балабақша немесе тіпті мектептің өзі жұмыс істеп жатыр? Қазіргі уақытта елімізде мектепке дейінгі мемлекеттік ұйымдар өзі 6565, соның ішінен 1232 мектепке дейінгі ұйымда инклюзивті білім беруге жағдай жасалған. Ондағы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың саны 15 мыңнан асады. Осы мемлекет тарапынан осы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды бірінші кезекте мектепке дейінгі ұйымдарға алу жаңағы нормативтік тұрғыда 2018 жылы бекітілді. Осы балалардың жалпы білім беру процесіне қосылуы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 604-ші бұйрығына сәйкес мектепке дейінгі ұйымда балалар әр топқа 3 баладан қосыла алады. Одан басқа жаңағы мектептердің саны республикамызда қазіргі уақытта 7014 барлығы, соның ішінде 7014 мектептің ішінде 4207 мектепте инклюзивті білім беруге жағдай жасалған. Ондағы балаларымыздың саны 46013. Өзі ерекше білім беруге қажеттілігі бар баланың, мектеп жасындағы баланың саны өзі 98 мыңнан асады. Соның ішінде 46013 бала осы жалпы білім беру процесіне қосылып отыр. Қалғандары қайда оқиды? Қалғандары жаңа бұл өзі ата-ананың қалауымен жүзеге асырылады ғой. Қалғандары арнайы мектептерде оқитындылар, арнайы сыныптарда оқитындары бар. Педагогтар үйіне барып оқыту әлде жүріп жатыр ма қазір? Үйде оқыту? Әрине жүргізіліп жатыр. Топқа үшеуден ғана қосатын болса да бір шектеу бар болып тұр ғой соған қарағанда. Бұл жерде ол үшеуден мектепке дейінгі ұйымда. Ал мектепте 595-ші бұйрыққа сәйкес 1-2 баладан қосылады. Себебі педагогқа өте ауыр болады. Ол ерекше бір қатынасты қажет етеді. Әрине педагогтар үшін педагогтар арнайы курстардан өтеді олар. Осы соңғы 4 жылда 4000-ға жуық педагог инклюзивті білім беру бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтіп отыр. Алдағы уақытта жыл сайын осы тұрғыда жалғастыратын боламыз. Жыл сайын бұл жоспарлы түрде жүзеге асырылып отыр. Бастауыш сынып мектепте оқытуға байланысты, ал жоғарғы сыныпқа өткенде не істейді ол балалар? Тек бастауыш сыныпта емес, барлық мектептегі барлық жаңа білім беру деңгейлері бойынша оқиды балалар. Ал біз мектеп уақытын айтып жатырмыз ғой. Ал мектепке дейінгі балалардың дамуына қандай жағдайлар жасалып жатыр?
орталықтар бар ма? Мектепке дейінгі жаңа айтып өттім. Сонда сол орталықтарда қалай ол бағдарлама, міндетті түрде бір бағдарлама болу керек қой, олар балаларды әлеуметтендіру үшін. Соны жағдайды айта кетсеңіз. Бағдарлама болғанда бұл балалар жаңағы барлығы да 604-ші бұйрық өзі мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты ғой. Осы жалпыға білім беру стандарты бойынша білім алады. Бірақ та бұл балаларға не керек? Жағдай керек арнайы. Осы арнайы жағдайды жасау мақсатында оларға осы бұйрыққа сәйкес жеке оқу жоспары мен жеке оқу бағдарламасы әзірленеді. Мен психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациясынан келіп отырмын. Қысқаша ПМПК деп айта беруге болады. Нұр-Сұлтан қаласында 5 ПМПК жұмыс жасайды. Сол ПМПК-лардың біреуіне ата-аналар өздеріне тұрғылықты мекен жайына жақын орналасқан алдын ала жазылу бойынша келуіне болады. Келген уақытта баланың психофизиологиялық дамуын жан-жақты тексеру мақсатында медициналық, педагогикалық қызметкерлердің көмегімен жүзеге асырылады. Ол мамандар психиатр, невропатолог дәрігерлер және окулист дәрігерлер көмегімен. Ал педагог мамандар онда дефектолог, логопед, психолог, әлеуметтік педагог. Кешіріңіз, яғни ол диагностика қойылады ғой сол балаға. Диагностика және кеңес беру. Сонан кейін әрқайсысына жеке-жеке инклюзивтік жаңағы білім беру бағдарламасына сай ПМК келген кезде баланың білім беру бағдарламасын айқындаймыз. Қандай бағдарламамен білім алу керектігі. Бірақ дегенмен де жаңағы 5 ПМК бар дедіңіз ғой. Ол аздау емес па? Мен осы жерде айтып кетсем болады ма? Қазіргі таңда өз республикада барлығы 73 психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация бар. Бұл жаңағы заңда былтыр норма енгізілді. Ол нормада жаңағы өңірде 60 мың балаға бір ПМПК деп енгізілді. Соған сәйкес ашылып отырады. Бұл әлі де ашылатын болады. Жаңағы ПМПК, соған қосымша бізде психологиялық, педагогикалық түзеу кабинеттері бар. Осы ұйымдардың желісін көбейту Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында қарастырылған. Соған сәйкес бұл кезең-кезеңмен өзі артып отырады. Жаңа сіздің айтып кеткендей психологиялық, педагогикалық түзеу кабинетінің де өкілі бар. Ортамызда осындай кабинеттің әдіскері Гүлдана Тоқтарқызы отыр. Нұр-Сұлтан қаласында 6 психологиялық, педагогикалық түзеу кабинеттері жұмыс жасап жатыр. Мен нөмірі 1-ші ППТК деп қысқартып айтуға болады. Сода әдіскер болып жұмыс жасаймын. Бізге балалар осы ПМПК-дан жолдама алып келеді. Тіркеліп кезекке тұрады. Жалпы қазіргі таңда 1000-ға жуық бала осы түзеу кабинеттерінен және оңалту орталықтарынан психологиялық түзеу көмегін алуда. Яғни сіз логопед, сосын дефектологсыз ғой, солай ма? Мен өзім дефектологпын. Инклюзивті білім беруді дамытуға осы нөмірі 1-ші ППТК 6 жыл бойы үлесін қосып келеді. Бізде енді мақтанышпен айта алатын жағдай бар. Есту қабілеті бұзылған балалар бізге келіп, кохлеарлық имплантация жасалғаннан кейін сөйлеу, есту қабілеті дамытылып, біздің мамандардың арқасында. Осы 2018-2019 оқу жылында біздің 5 бала 59-ші мектепке қатарға қосылып, сонда білім алып келе жатыр. Жалпы білім мекемесінде. Ал 6 жыл бойы бізде 900-ден астам бала осындай психологиялық түзету дамыту қолдауын алған. Соның ішінде 15% осындай инклюзивті білімге енгізіліп, жалпы білім беру мектебінде отыр. Соны мен айта кетейін деп едім. Рахмет. Бұл жерде мен әріптестеріме қолдау көрсеткім келіп отыр. Сұрағым көбірек осы білім және ғылым министрлігінің өкіліне қойылса, көп жағдайда осы кабинетте жұмыс істейтін психолог мамандар өзінің қаражаты есебінен біліктілігін арттырып жүреді. Мысалы, мен өз басымда мен ешқандай арнайы мекемеден жолдама алып, өз білімді жеттіріп жүрген жоқпын. Өзім ізденіп, қай жерде өзімнің кәсіби біліктілігімді арттыратын жерді шыны керек әр психолог өз бетінше ізденіп жүр. Арнайы оқу курстары немесе біліктілік жетілу институттар өте жеткілікті бізде. Бірақ ортақ белгілі бір стандартты демесек те, әр өкілге немесе әр ерекше қажеттілігі бар жандарға арналған бағдарламаларды сүйемелдейтін бір бағдарламамыз болса, тіптен жақсы болар еді. Және оны мемлекет тарапынан қолдау керек қой. Өте қолдау. Өйткені кедергілер осы жерге келіп
тоқталады. Жаңа сіз айтып отқандай тіреледі. Көп жағдайда жаңағы логопедиялық сұрақпен әртүрлі түзету, коррекцияны істейміз ғой. Көп жағдайда психологтың әрқайсының функционалдық қызметтері шатасып кеткен. Соңғы 4 жылда 4000 жаңағы педагог білім беруді арттыру курстар, біліктілікті арттыру курстарынан өтіп отыр. Бірақ өтіп отыр дегенмен мына кісі айтып отыр, өзімнің қаражатыма дейді. Ал сіздер соған қаражат бөлесіздер ме? Одан басқа жаңағы министрлікке қарасты бізде түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми практикалық орталығы бар. Сол жерден де біздің осы арнайы мамандар біліктілікті арттыру курсынан өтеді. Жыл сайын орта есеппен 400-ден аса маман сол жерден біліктілікті арттыру курсынан. Тағы да мен сізге сұрақ қойыншы. Өз қаражатыңмен ме? Жоқ. Әлде мемлекет қаражат бөле ме? Енді одан басқа мекемеде жұмыс істеуіңіз керек шығар, осындай курстарда. Осындай бір талап бар ма, критерий бар ма? Осындай шектеулер немесе шектеу емес, бағыт бағдар. Міндетті түрде енді мемлекеттік мекемеде жұмыс ұйымда істейтін адамдар өтеді ғой. Одан басқа енді мұғалім өз есебінен тағы да өзінің біліктілігін арттырамын деп өзі ізденіп өтіп жатса, оған ешқандай шектеу жоқ. Мындай сұрақ туындайды. Шектеу қойылмайды дейсіз ғой. Қазір бізде енді мемлекеттік емес, жеке кәсіпкерлік мақсатта ашқан осындай аутизм орталығы, немесе оңалту орталықтар көптеп кездеседі. Мен көптеген әріптестерім бар. Өздерінің арнайы оңалту орталықтарын өз қаражатынан арнайы қорларды тауып. Соған мемлекеттің оң көзқарасы көрініп тұр, арнайы мекемелер бөлуге көмектеседі тағы басқа. Бірақ сол кәсіпкер ретінде осындай халыққа қызмет көрсететін кезде оған жұмыс істейтін мамандар даярлауға келгенде олар қауқарсыз. Аутизмге қатысты айтып кетейін. Сіз көтердіңіз осы мәселені. Қазіргі уақытта министрлік мынау болашақ, дара, үкіметтік емес ұйымдарымен бірлесіп, жергілікті жерлерде инклюзивті қолдау кабинеттерін ашып отыр. Осы инклюзивті білім беруге жағдай жасалған мектептердің базасында. Ол қазіргі уақытта 39 ашылғаны, әлде де жоспарланып отырғаны 29 саны. Бұл жерде, бұл кабинетте не жасалады? Яғни, жаңағы аутизм бар балаларға жеке даму бағдарламасы жасалып, баланың динамикасы сол жерде қарастырылып отырады. Және ол жаңағы кабинеттің мақсаты осында отырған жұмыс жасайтын арнайы мамандарды, осы аутизм бар балалармен жұмыс істеу үшін қажетті әртүрлі бізде терапиялар бар ғой, АБА терапия, ABLLS деген, осылар бойынша жаңағы мамандарды оқытады. Бір жылға дейін тегін оқытып, сосын мамандар дайындайды. Ол сол бағдарламалар шет тілінен келген, енген бағдарламалар. Бірақ қазақ тіліне апробациядан арнайы ендіру жүйесі бізде әлде де ақсап тұр. Өйткені жаңағы айтып отырған кейбір әдістемелер қазақ тілінде жоқ, кездеспейді. Қазақ тілді балалар, мысалы, содан орыс тілді курстарға баруға тура келеді. Арнайы жаңағы оңалту орталықтарына барып, көп жағдайда шыны керек, ол ашық айтылатын нәрсе. Қазіргі уақытта мынау инклюзивті білім беруді дамыту аясында, мысалы, атап өтсем, оқулықтар жаңағы көрмейтін балалар үшін брайль шрифтімен оқулықтар, сосын нашар көретін балалар үшін үлкейтілген шрифтпен оқулықтар жаңағы әзірленіп отыр. Одан басқа зерде даму бұзылыстары бар балалар үшін оқулықтар әзірленіп отыр, оқу әдістемелік кешендері. Бұл үшін жаңа республикалық қаражат есебінен жыл сайын 2017 жылдан бастап 250 миллиондай қаражат бөлінеді. Сосын енді осы оқулықтармен қамтамасыз ету бұл әрі қарай жергілікті жердің құзырында. Білім беру басқармалары осы балаларға сұраныс жасау керек, өздерінің жаңа тиісті әкімдігіне. Сосын олар жаңа балаларды оқулықтармен қамтамасыз ету керек. Одан басқа педагогтарға қолдау ретінде мынау министрлікке қарасты Ыбырай Алтынсариндағы ұлттық білім академиясы бар. Жаңа түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми практикалық орталығы бар. Осы ұйымдарда жыл сайын мемлекеттің қаражаты есебінен 20-дан аса әдістемелік құралдар мен әдістемелік ұсынымдар әзірленеді. Ол осы қазақ тіл, орыс, екі тілде әзірленеді. Ол сайтта, олардың жаңағы аталған ұйымдардың сайтында қолжетімді түрде тұр. Өздері алып, жүктеп алуына болады. Нұр-Сұлтан қаласына қарасты білім беру мекемелерінде қазірде бүгінгі күнде бұл балабақшалар,
жалпы орта білім беру мекемелері, сондай ақ колледждер. Осылардың барлығында қазір Нұр-Сұлтан қаласына қарасты білім беру мекемелерінде 7557 бала инклюзивті білім алуда. Осының ішінде жалпы орта білім беру мекемелерінде 2439 бала бар. Соның бірі бірнеше мектептерді атап кетуге болады. 19, 41, 83, 85 атай беруге болады. Соның ішінде қаланың орталығынан шалғайлау, Алыстау Көктал 2 кенті деген жер бар. Сол жерде 68-ші мектеп гимназия бар. Осы гимназияда 2017 жылы 5 қазанда арнайы Самұрық қазына Траст дара қорының арнайы көмегімен, қолдауымен ресурстық орталық ашылды. Қазір осы ресурста біздің мектепте 3 инклюзивті сынып бар. Осы сыныптарда 1-ші сынып, 3-ші сынып және 5-ші сынып оқушылары қамтылған. 6 бала, 4-еуі, 6 бала, 4-еуі мектепке келіп қамтылған, 2-еуі үйде оқиды. Оларға арнайы мұғалімдер кәдімгі өрлеу біліктілікті арттыру орталығынан оқып, дәріс алып, өздерінің біліктілігін жетілдіріп, арнайы дәрістер, сабақтар береді. Ал енді біздің мектептегі 68-ші мектеп гимназияға қарасты сыныптардың орналасуында бұл 1-ші қабатта орналасады. Және бұл жердегі қамтылған балалардың жаңаға қозғалысына байланысты арнайы жабдықтары бар. Сондай-ақ бұл инклюзивті білім беру дегеннің өзі тақырыптың өзіне бірдей, бәріне бірдей мүмкіндік деп тұр. Сонда бұл қатардағы сыныптағы баламен бірдей өз күшіне сенімін арттыру баланың. Және сондай-ақ оны осы сыныпқа, ортаға қалыптастыру. Міне осындай мақсатта тең дәрежедегі балалармен бірге білім алады бұл балалар. Енді осы балаларға арнайы курстан өтіп келді. Оқуысы жөніндегі орынбасар Мәскеу қаласынан арнайы оқыту семинарына барып келді. Сондай-ақ біздің өзіміздің осы ресурсный орталықты ашуға көмектескен Дара қорының адамдарымен, қызметкерлермен бірлесе отырып, шетелдің мамандары келіп өзімізге оқыту семинарын ұйымдастырды. Сондай-ақ бұл балалармен біздің өзіміздің мектептің бір жақ қанасында орналасқан психологиялық медициналық орталығымыз бар. Осы жерде Бақытбек Болатқызының еңбегін ерекше атап кетуге болады. Бүгінде ол кісінің бірнеше біздің мектепте тек қана жалпы орта білім беруге қатысты мамандар, яғни пән ғылымдары негізінде болады. Ал енді жаңағы арнайы мамандарды сол кісілердің басшылығымен логопед, дефектолог, осы мамандықтардың, сондай-ақ дене тәрбиесін сабақ беруге жаттықтыру мұғалімдері, міне осының барлығы осы кісілердің көмегімен бірге іске асырылды. Мамандар жеткілікті ғой? Мамандар біздің мектепте дәл қазір бүгінгі күнде жеткілікті. Біздің өзіміздің мектепте 68-ші мемлекеттің тарапынан қолдау бар. Себебі мамандар қазір бізде сыныптар аз, 3 сынып бар. 3 сыныпта қазір мамандық біздің көрші өзіміздің қатарлас отырған жаңағы мекеме арқылы жұмыс жасап тұр. Самұрық қазына көмек беріп деп айтып жатырсыз. Дара қоры. Дара қоры. Мен қазір мынау теледидарды пайдаланып біздің ер азаматтарға осындай жағдайлар көмек, меценаттық міне сондай бағдарлама болса күшейіп жақсы болады не деген. Біздің ер азаматтар соған қатты көңіл бөлетін шығар деген үміттеміз. Себебі таңертеңгі анау Мәскеу теледидарын көрген кезде олар ашықтан ашық айтады. Осыншама бала сондай жағдайда деді. Кішкентай болса қаражат SMS арқылы жіберіп, қаншама балаларға олар көмек жасап жатыр. Сондай бізде де бағдарлама ашылса керемет болып кететін еді. Тек қана мемлекетке жүгінбей ғана. Жүгінбей, ол барша қоғамның кәсіпкерлердің қолдауымен бірлесіп атқаратын жұмыстар. Тағы осы жерде айтатын нәрсе, мен енді мұнда орталықтың өкілдері де отыр, мектеп директорлері де отыр. Көп жағдайда мына еріктілер қоғамның іске қостырса, яғни олардың да үлесі өте көп. Ол ерікті деген жаңа айтып жатырмын, азаматтық парыз осы жерден оянады. Ол ешқандай да қаражатқа тірелмейді, ешқандай жағдайға да тірелмейді. Еріктілер өз еркімен сондай жандарға көмектесу әрдайым дайын тұрады. Көп түкірсек өл болады деп қоғам болып жұмыла іс-әрекетке кіріссек, мұның бәрі шешіледі. Шешілмейтін мәселе жоқ. Иә, әрине. Осындай кезін пайдаланып сіздерді қолдай отырып, расында да бізде әлді қазіргі мына ортақ халыққа қарапайым тілмен айтады ғой, әл-ауқаты дамыған
азаматтарымыз мықты азаматтар бар ғой. Міне дәл осындай қаланың шеткері жатқан мектептерінде не жағдай болып жатыр? Қандай балалар бүгінгі күндегі заманауи ағымға байланысты қалай және халықтың әл-ауқаты нашар, төмен қазір қозғалып жатыр ғой. Осындай мәселедегі біздің ата-аналарымыз өте көп. Міне осындай ата-аналарға қолғабыс жасау мақсатында жаңағы айтып жатқан біздің азаматтық тұлғаларымыз қамқоршылық кеңестің құрамына кірсе, мектептегі өте үлкен ауқымды мәселе көтеріп жатыр. Мен ондай азаматтар болатын болса, Көктал 2 кенті 68-ші мектеп гимназияның есігі әрқашанда ашық. Бұндай қолдау көрсетем дейтін азаматтар болатын болса, бірлесіп мемлекеттік деңгейде жұмыс жасау деген бұл әр балаға көмек жасау. Біздің елордамызда Қалибек Қуанышбаев атындағы академиялық театрда мен жұмыс істеймін. Сонда біз сондай ерекше балаларға арнайы спектакльдер қойылады. Оларды біз шақырамыз. Олармен әңгімелесіп, тегін, әрине тегін. Ол сосын әкіметтің қойылған бағдарламасы біздің алдымызда театрларға. Еріктілер деп айтып отырсыздар ғой, ондай бізде қазіргі уақытта өте көп үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық қауымдастықтар, рахмет ол кісілерге белсенді жұмыс жасауда. Жаңағы сіз айтып отқандай қазіргі уақытта мысалы жыл сайын Бияй Жұлдызай бар, фестиваль өткізіп отырады, жылда өткізіп отыратын. Одан басқа жаңағы біз біз білеміз ғой, пара олимпиадада қаншама біздің ер азаматтар біздің балаларды қолдап шетелге олимпиадаға жіберіп жатыр. Онда қандай керемет жүлделері алып жатыр. Ол біздің қазақ еліне, Қазақстанға ол қосылып жатқан қор үлес. Осындай бір мәселе кезінде айтып кетуге болады. Жаңағы тірек қозғалысына байланысты балаларды мектептен қабылдап алатын бұл мектептегі тәрбиешілер тьютер деп аталады. Қазір осы тьютер мамандығын өзінің кең дәрежеде, ауқымды дәрежеде дамыту мақсатында үлкен жұмыстар жүргізілсе болашақта деп ойлаймыз. Қазір біздің ондай сұраныстарымыз бар. Қазір өзіміздің мектептегі пән ғылымдарының негізіне бағытталған психологияға ахуалына, баланың өзінің ыңғайына, бейіміне қарай біз мұғалімдерді тартып, сол кісілер қазір біздерде балалардың жаңағы. Тьютер ол баяғыдан келе жатты, 5-6 жыл болып кетті ғой ол. Баяғыдан келе жатқанда бұл өзі заңнамалық түрде жоқ еді ғой. Осы 77-ші қаулыға жаңағы толықтыру кіргізілді. Осы балалардың қажеттілігіне қарай тьютер қажет ететін балалар, тьютерді дегенді біз педагог ассистент деп алып отырмыз. Педагог ассистентті біз жаңағы 77-ші қаулыға кіргіздік. Қазіргі уақытта бұл бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Әлі құжат бекітіліп шыққан жоқ, бірақ та бекітіледі деп күтіп отырмыз. Мемлекеттік бағдарлама деп айттық қой. Ол бағдарламаның уақыты осы соңғы жылы 16-19, енді алдағы уақытқа 20-25 жылдарға осындай бағдарламаны жоспарлап отырмыз. Ол бағдарламаның ішіне міндетті түрде инклюзивті білім беру дамыту бойынша әлі де кіретін болады, дамыту бағыты бойынша. Әлі бекітіліп шықпаған құжат болғандықтан мен сіздерге нақты мынандай бағытта деп айта алмаймын. Сондықтан енді оның негізгісі бізді осы балаларымызға, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларымызға арнайы жағдай жасау бағытында болады. Оның бірі мысалы ресурстық орталықтарды әрбір өңірде көбейту, жаңағы қолжетімді психологиялық, педагогикалық түзеу кабинеттерін көбейту, жаңағы атап өткен психологиялық, медициналық, педагогикалық консультацияны желісін көбейту, және де мынау инклюзивті білім беруге жағдай жасайтын мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарын арттыру, санын арттыру көзделеді. Қазір мемлекет тарапынан болсын жеке жаңа меценаттық қайырымдылық іс-шаралардың көптеп қолға алынып жатқанын көріп отырмыз. Бірақ ол шалғайды елді мекендерге, жалпы халық арасында, қарапайым халық арасында әлде де бізде үгіт насихат аз сияқты. Тек қана мамандар тарапынан талқылаймыз да инклюзивті білім беруге қарапайым кез келген адамның өзінің үлесі бар екенде, әрі оған
қарапайым ой көзқараспен де түсіне алатындай деңгейге жеткізуіміз керек. Сонда бұл мәселе шешім табады. Ол жарнама керек оған. Міндетті түрде. Арнайы жарнама деген не болды? Жарнама деген ол театрлар, кинолар, әдебиет, соның бәрі жарнама болып есептеледі ғой. Марафондар. Балалардың да шын мәнінде ел қатарлы сапалы өмір сүре алатынын және біз бен сіздерді мен құқықтары тең екендігін біз қазір мінекей баршаңызға айтып, дәлелдеп, нақтылап және бізде осыған жағдай жасалғанын айтып отырмыз. Ендігі жерде Қазақстанда осы мына тьютер педагог бағдарламасында да бізге ең қажеттісі бұл балалар үшін ерекше айрықша қажеттілік болғандықтан, мысалы бұл балалар компьютерлік интернет саласына барғысы келсе, оларға тереңдетіп оқыту үшін басқа балаларға қарағанда айрықша шарттар керек болады. Сондықтан осындай бейімдеулерді балалардың мақсатын балабақша уақытынан бастап алып, сол мақсатқа жеткізетіндей, арманына жеткізетіндей, көп болып соған көмектесетіндей бағдарлама. Ел болып дейсіз ғой, бәріміз соған күш алысуымыз керек. Яғни ерекше балалардың қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезіндіру. Осыған біз тек қана мемлекет демей, барлық қоғам, әрбір мүшесі қоғамның өз үлесін қоса алады. Барлық бала бақытты болу үшін, қатар құрбысынан кем қалмай, өмірдің қызығын көру үшін дүниеге келсе керек. Ол үшін біз жас ұрпақ алаңсыз білім алатын жайдарман қоғам сайлауға міндеттіміз. Сіздермен бірге болған білім ток-шоуы аман сау болыңыздар.